иә, ол рас. Мен ешқашан өтірік айтпаймын. Ол шынымен біздің алыс туыстарымыз. Бірақ Эля, ол 90-шы жылдары бері шетелге кетті. Содан бері ешқандай байланыстарымыз болған емес. Ол оқуға кетті, сосын қалды, жұмыс істеді, сосын мен сендер секілді, мен газеттен білдім. Ол рахатқа күйеу шықты екенін білдім. Тек қана мен емес, біздің туыстарымызбен мына отбасы байланысымыз жоқ. Ал енді Мұратхан ол менің әкемнің двоюродный брат. Немере, иә, ол рас. Бірақ менің мысалы туған әпкем мына халықтың банкінің төрағасы. Иә? Мына туған әпкем. Әр қайсымыздың туыстарымыз бар. Бірақ әр адам өзін жеке басқа жауап береді. Не айтты, не жасады. Мен мысалы, ондай болса, мен мысалы күйеу балам да, Рахат Алиев, қаншама қара сөздер мен туралы айтып жатыр. Өйткені бір рет үстелде отырған жоқпыз, телефон арқылы сөйлескен жоқпыз. Мына Эля мен Мұратханмен бірнеше жыл сөйлескен де жоқ, көрген де жоқ. Олар неше жыл ана шетелде жүр. Сондықтан ешқандай байланыстарымыз жоқ. Қазақтарда енді туыстары көп қой. Шапраштылар бар мысалы. Енді барлық шапраштылар елбасымен тікелей байланысы бар айта алмаймыз ғой. Сондықтан бізде де осындай, иә.